достар, сендермен бірге тағы мен Өмида Микс. Мен бүгін түрімді көрсетпей видео түсіремін, яғни Mobizen приложениесі арқылы. Және де бүгінгі мен түсірген видеоның тақырыбы ол қызық тақырыпты алдым. Яғни оның аты менің телефонымдағы скрытый приложениелер аталады. Яғни жасырын приложениелер. Оның ішінде жай өздерің көріп тұрғандарындай мына жерде көптеген приложениелердің орындары бос тұр. Сондықтан қазір мен сендер үшін приложениені ашамын, яғни басамыз. Мына жерде соңында пока скрытые приложение деп тұрады. Осының ішінде менің жасырып қойған приложениелерім бар. Мінекей осылардың барлығы мен жасырып қойған приложениелерім. Енді осының бәрін сыртқа шығарамыз. Мінекей шығардық. Енді ең бірінші скрытый приложением ол менің Instagram. Яғни Instagram'ды не үшін скрытый қылып қойдың деген сұрақтарың туындаса, онда ішінде менің көптеген суреттерім бар, және де мен оған тек өзім кіргенімді ғана қалаймын. Ал кейінгісі ол KineMaster және де PicsArt. KineMaster, PicsArt және Творческая студия YouTube деген 3 приложение. Ал бұл үшеуі неге скрытый қылып тастадым десеңдер, бұл үшеуінде де видео сәндейді және де видео салады. Менің сестренкаларым видеоны сәндеп ол видеоны құртып тастайды, және де сол үшін скрытый қылып тастадым. Бұны тек өзім ғана пайдаланғым келеді. Ал одан кейінгі, яғни менің ойыным де AirDriving көлік ойыны, және мына не көріп тұрсыңдар өздерің. Бұны мен скрытый қылып тастаған себебім, бұны сестренкаларым ойнайды да, ішінде мен жинап жүрген ақшаларыма көлік сатып алады. Ақшамды құртады, сөйтіп скрыт қылып тастадым. Ал одан кейінгі менің галереяммен, яғни суреттеріммен WhatsApp и Mobizen осы приложениесі. Галереям ішінде көп суреттер бар, оны басқаларға көрсеткім келмейді, және де менің осы YouTube-қа салатын видеоларым, нашар шыққан видеоларым ішінде тұрады. Ол әрине күлкілі болып қалады. Олар маған күлмеу үшін скрытый қылып тастаймын. Одан кейін WhatsApp. WhatsAppта көп сөйлеспеймін, тек жақындарыммен ғана сөйлескем. Оны жай ғана скрытый қылып тастадым, яғни сіңілдерім, сестренкаларым басқа біреуге жазып жібермесін деп скрытый қылып тастаймын. Ал одан кейінгі соңғысы Mobizen, яғни олар осы Mobizenді қосып, бұстан босқа памятті толтырып, видео түсірмеу үшін мен оны скрытый қылып тастадым. Ал мінекей қалған приложениелердің барлығында еш зияны жоқ. Мен оларды қолданбаймын да. Ал ең бірінші приложение ол телефон дейді. Мен жай ғана хабарласуға қолданамын. Контактыны қолданбаймын, мен телефон ішінен қараймын барлық контактыны. Ал одан кейін сообщение дейді. Олар тек қандай жел болатыны, қандай градус ыстық болатынын ғана жібереді. Мен оны ашпаймын, өйткені ол маған қызық емес. Келесі камера. Яғни камерамен суретке түсіремін. Видео оны қолданбаймын. Мен барлық видео мен суреттер бірге галереядан қараймын. Келесі часы. Мен оны вообще қолданбаймын. Яғни сағат неке төбесінде тұр. Міне тұр. Одан кейінгі S-планер дейді. Яғни күнтізбе. Оның не екенін де білмеймін, сондықтан қолданбаймын. Келесі email. Ода тек әртүрлі сообщениелер ғана келген кезде, яғни сообщениелер келген кезде ғана қараймын. Келесі настройка, ол да маған керек, және де қолданамын. Калькулятор. Ол тек сабақ кезде ғана, яғни сабақ басталған кезде ғана қолданаламын. Ой, не башы мен. Одан кейінгі заметки, оның ішінде мен ұмытып қалмау үшін жазып қоямын. Одан кейін диктофон. Яғни әртүрлі сөздер, яғни түсіремін. Сақтап қоямын есімде.
Келесі мой файлы, оның маған түкке де қажеті жоқ. Galaxy Apps, оның не екенін де білмеймін, сондықтан қолданбаймын. Радио, оны да қолданбаймын, маған радионың қажеті жоқ, өзімнің сақталған өлеңдерім бар. Келесі Chrome. Chrome. Ол яғни Яндекс, соның ішінде Google бар, мен сондықтан қолданамын. Келесі тағы да email, ол да жаңағыдай. Келесі Play музыка, яғни мен өлеңдерді жаңа радиодан емес, осы Play музыкадан таңдаймын. Неке мынау. Келесі Play фильми, оны да қарамайым. Play книги, оны да қарамайым. Негізі мен қарамайтындарым мынан новости, Hangouts, настройка Google, интернет, карты, гид болды. Ал қалғандары ютубты мен үнемі пайдаланам. Жете онсыз мен бір өмірде жүре алмаймын, яғни бір күнде жүре алмаймын. YouTube, Instagramсыз бір күнде жүре алмаймын. Келесі Play Market, оның ішінде мен көптеген видео монтаждайтындар басып алам, және де ойында. Келесі галерея, ол маған керек әрине. WhatsApp, Instagram міндетті түрде керек. Ал бос уақытында мен Instagramға кіріп отырамын. Ал одан кейінгі әрине KineMaster, PixArt и творческая студия. Бұлар маған видеом сәндеу үшін, және де видеом обложкасын жасау үшін қажет. Бірақ мен әзірше обложка жасаудың қажеті жоқ. Мен көп тіркелуші жинау алуым қажет, және де көптеген видеолар салуым қажет. Сол кезде ғана обложкасын саламын. И новый телефон алған кезде. Ал бұл бұрыннан бері ұстап келе жатқан телефон. Және де PixArt. Бұны мен обложкасын сәндеймін. Барлық видеоларым обложкасын сәндеп қойдым, және де кейін саламын. Және достар, сіздер маған тіркелуді ұмытпаңдар, сол кезде мен обложкасын керемет қылып сәндеймін. Келесі Mobizen, бұл маған міндетті түрде керек. Бұл мен өшіре алмаймын. Және сендер үшін де қажет. Мен бұлмен видео түсіремін. Ал келесісі DR Driving. Бұл мен бос уақытында ойнаймын, және де мегабайтын тасылып қалған кезде. Достар, осымен менің видеом бітті. Егер сендерге осы видео ұнаса, міндетті түрде лайк баса кетіңдер, және де сұрақтарың болса комментария қалдырыңдар. Жарайды достар, осы 8 минут аралығында сендермен бірге болған мен Умида Микс. Сау болыңдар достар.